Ерекеңнің компаниясының атын жазып қойсақ. Бір футболистерде болады ғой, дәу ондай жарнама, реклама болып тұрады ғой. Ерекең риза болып қалады да. Болды, пап істеп берем ғой. Тұрсам керек. Бірақ бұл форманы қалай қыламыз, Пап, менде бір идея бар. Қандай идея? Давай қайырымдылық матч өткіземіз. Қайырымдылық матч? Не үшін? Қалай, не үшін? Мына ауыл үшін. Айтыңдаршы, кім ауылда қайырымдылық кеш өткізіп жатыр? Кімге ол көмек керек болып жүрген? Өзімізге, бізге барлығымызға бірдей форма алу керек. Бірақ оған қаражат жоқ. Біреулердің кесірінен. Сондықтан іс-шараға жиналған қаражаттан форма аламыз. Сосын ауылдағы адамдарды жинап, бір керемет кеш өткіземіз. Артынан біздің ойынымызға деген қызығушылықты арттырамыз. Қалай? Болды ғой, онда біз жаңа форма үшін дайынбыз. Қоя тұр. Ауылдағылар бұған дейін келмеген, бұл матчқа да келмейді-ау. Жоқ, неге сразу сөйтесіңдер? Кішкене поддержка қайда? Үйдегілерін шақырыңдар, ата-әжелерін шақырыңдар. Біздікілер по-любому келмейді. Жоқ та. Роза, былай істейік та. Бір звезданы шақырайық. Сонда жиналады ауылдың бәрі. Тоқта, мынау бір күшті идея болды ғой, айтыңдаршы, кім шақырамыз ауылдан? Жоқ, ауылдан емес қой. Қалада көп қой звезда. Енді ауылда үлкен кісілер ғой бәрі. Мейрамбек Беспаевты шақырайық. Беспаевыңыз қатты кетіп қалдың, ей. Сабыржан, сен Мейрамбек Беспаев танисың ба? Танимын я, біздің братан ғой, ой, мен қатты араласам ол кісімен кәдімгідей. Бірге кәдімгі дастархандас ба, ой, мен қатты жақсы көреді, саба деп кәдімгі. Ол Мейрамбек Беспаев келмейтін шығар бұнда. Пап, танимын деп тұр ғой. Тренер, дым уайымдамаңыз, келеді деймін. Отвечаю, тренер. Шешем мен өзім жүзу арқылы шығамыз да келтіреміз. Роза, сосын сен суретке түсірем ғой? Суретке түсіресің. Инстаграмға саламын. Шын, так что дым уайымдамаңыздар, келеді. Мейрамбек келеді да, как ішті өлеңін айтып кетеді ғой.